Сәлем достар, бүгінгі ас мәзірімізде қырғыз тамағы қошанды дайындаймыз. Оған керекті заттар: фарш, бірақ ол майлы болу керек, 4 тал картошка, 4 тал пияз, бұрыш және тұз қажет. Картошканы, пиязды 4 бұрыштап турап, оны фаршпен араластырамыз. Араластырып болған соң, қамырымызды жасап, оны тұндырып қоямыз. Осылайынша қамырымызды шұқа етіп жайып аламыз. Шұқа етіп жайылған қамырды 4 бұрыштап кесіп алып, осылайынша оны манты секілді түйеміз. Түйіп болған соң, оны қызып тұрған сұйық майға қуырып аламыз. Қызарғанша осылай қуырып аламыз. Кейін қошанды отта қайнап тұрған мантаварканың буына 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне осылайынша қырғыздың тамағы, қошан деген тамағымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Егер де видеомыз ұнаған болса, бізді қолдап, әрі қаратай каналымыздың дамуы үшін подписация етіп, лайк басып, достарыңызбен бірге бөлісуді ұмытпаңыздар.